Қымбатты отандастар, біз бірнеше минуттан кейін жаңа жылды қарсы аламыз. Төл тарихымыздың тағы бір белесіне қадам басамыз. Жұртымыз жаңа жылды ерекше көңіл күймен күтеді. Әр адам осы сәтте арман тілегін айтады. Ескі жылдың ең әсерлі сәттерін еске алады. Болашаққа жоспар құрып, зор үміт артады. 2025 жыл халқымыз үшін мерейлі жыл болды. Еліміз дамудың даңғыл жолына түсті. Әлемдегі ахуал күрделі болса да, экономикамыз өркендеп, ішкі жалпы өнім 6%-дан асты. Қазақстанның алтын валюта қоры 62 миллиард доллардан асты. Елге ауқымды инвестиция тартып, бір қатар ірі жобаны жүзеге асырдық. Достық мойынты темір жолының екінші желісі іске қосылды. Бұл тәуелсіздік кезеңіндегі ең ірі теміржол құрылысы. Сондай-ақ 13 мың шақырым автокөлік жолы салынып, жөнделіп жатыр. Соның арқасында Қазақстанның транзиттік әлеуеті арта түсті. Дихандарымыз екінші жыл қатарынан мол өнім алып, қамбаны астыққа толтырды. Ауылды және ауыл шаруашылығын дамытуға баса мән беріп жатырмыз. Шаруаларға бұрын соңды болмаған қаржылай қолдау көрсетілді, яғни 1 триллион теңге осы мақсатқа жұмсалды. Биыл жалпы аумағы 19 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй салынды. Мыңдаған отбасы баспаналы болды. Әлеуметтік салада көп шаруа жасалды. 100-ден астам мектеп, 200-ге жуық денсаулық сақтау нысаны бой көтерді. Әлемнің үздік жоғары оқу орындарының филиалдары ашылды. Адам құқықтарын қорғауға баса мән беріліп жатыр. Қоғамда заң мен тәртіп қағидаты орныға түсті. Азаматтарымыздың құқықтық сана сезімі күшеуде. Біз әр жетістікке жұртымыздың ерен еңбегінің арқасында жеттік. Азаматтарымыз білім, ғылым, мәдениет салаларында биік белестерді бағындырды. Олар халқымызды рухы асқақ, зияткер ұлт ретінде танытуға зор үлес қосты. Оқушыларымыз халықаралық білім сайыстарында топ жарды. Спортшыларымыз әлемдік додаларда үздік шықты. Көк туымызды желбіретті. Биыл біз жұмысшы мамандықтары жылын атап өттік. Еңбек адамдарына айрықша құрмет көрсеттік. Бұл үрдіс алдағы уақытта да жалғасын табады. Мемлекет мұғалімдер мен дәрігерлерге жан-жақты қолдау көрсетті және осы саясат ұзақ мерзімді стратегиялық сипатқа ие болды. Еліміздің мәдениет және ғылым қайраткерлеріне жан-жақты қолдау көрсетілді. Адал еңбектің қадірін білетін ұлттың келешегі де жарқын болмақ. Өз кәсібінің нағыз маманы болған отаншыл азаматтар еліміздің көшін алға бастайды. Осылайша 21 ғасырдың бірінші ширегін абыроймен аяқтадық. Экономикалық және әлеуметтік көрсеткіштер бойынша Қазақстан осы саяси географиялық кеңістікте көш бастады. Бәріміз бір ел болып, әділетті, қауіпсіз, күшті, таза, озық Қазақстанды құрып жатырмыз. Енді міне, жылқы жылына аяқ басқалы тұрмыз. Қазақ үшін қазанаттың орны қашанда бөлек. Халқымыз жылқы жылы жайлы болады деп ырымдайды. Біз келесі жылдан көп жақсылық күтеміз. Өркениетті ұлт ретінде алысқа көз тігеміз. Алға қойған биік мақсатымыз және нақты жоспарымыз бар. 2026 год откроет новый этап модернизации Казахстана. Важное значение для благополучного будущего нашей страны будет иметь предстоящая конституционная реформа. Уверен, граждане поддержат эту реформу, которая ускорит движение Казахстана по пути развития и прогресса. Будем работать над укреплением энергетического потенциала, решением вопросов агропромышленного комплекса, водного хозяйства, развития транспорта и логистики, жилищно-коммунальной инфраструктуры. И, конечно, в фокусе внимания государства будет находиться малый и средний бизнес. Во всех регионах откроются новые предприятия, будут ремонтироваться дороги, строятся жилые дома,
школы, медицинские, спортивные и культурные объекты. Мен биылғы жолдауымда цифрлық мемлекет болуымыз керектігін жарияладым. Сондықтан келесі жылды цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп атау туралы шешім қабылдадым. Озық технологиялар еліміздің барлық саладағы әлеуетін арттыруға жол ашпақ. Мною принято решение объявить следующий год годом цифровизации и искусственного интеллекта. Внедрение передовых технологий позволит усилить потенциал страны во всех сферах. Наша обязанность в практическом плане проявлять заботу о подрастающем поколении. Совсем скоро в рамках моей инициативы Нацфонд детям на счет каждого ребенка уже в 3-й раз поступят финансовые средства. Государство продолжит выполнять свои социальные обязательства. Как это было и ранее, особое внимание уделим образованию и здравоохранению. Біз мемлекеттік маңызы айрықша таза Қазақстан жобасын бір қоғам болып жүзеге асыра береміз. Мы должны сделать наши города и села чистыми, зелеными, комфортными. Это станет наилучшим вкладом в развитие страны в год 35-летия независимости. Біз осы тарихи межені нақты іспен атап өтеміз. Незыблемая основа наших достижений – это стабильность, согласие общества в духе концепции единства в многообразии. Государство и далее будет проводить конструктивную, сбалансированную внешнюю политику в строгом соответствии с международным правом и национальными интересами. По предложению Казахстана 2026 год объявлен Организацией Объединенных Наций Международным годом добровольцев. Халықаралық еріктілер қозғалысы, тілеулестік, мейірімділік сынды мызғымас адамгершілік құндылықтарын паш етеді. Бұл біздің де халқымызға тән асыл қасиеттер. Наступающий год, несомненно, станет годом важных перемен. Насколько они будут успешными, зависит прежде всего от нас самих. Біз бәріміз табанды еңбек етуіміз керек. Сонда ғана еліміз зор табыстарға жетеді. Бұл ең алдымен халқымызға қажет. Мы должны упорно трудиться, чтобы в 2026 году наша страна достигла новых успехов на благо народа. Қадірлі достар, дәл қазір жаңа жылды жұмыста қарсы алып жатқан азаматтарымыз бар. Бұл өз ісіне адалдық пен қоғам алдындағы жауапкершіліктің жарқын көрінісі. Мен сіздердің табанды еңбектеріңізді жоғары бағалаймын. Сіздерге арнайы құттықтауымды жолдаймын. Елімізді көркейтуге үлес қосып жүрген барша азаматқа зор алғыс айтамын. Шын мәнінде туған елге қызмет етуден артық бақыт жоқ. Халқымыз ынтымақ бар жерде ырыс бар дейді. Сондықтан берекелі бірлігімізді сақтап, бір тұтас ұлт болып, елімізді дамыта берейік. Бүгін осы ерекше сәтте жастар мен балаларға үндеу жолдағым келеді. Қазір мүлдем жаңа құбылыстар және зор мүмкіндіктер дәуірі. Әркім ең алдымен өзіне бойындағы күші мен қабілетіне сену керек. Ұлы Абайдың «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың ек жақтап» деген сөзі әрдайым өзекті. Белсенді, білімді, еңбекқор, тәртіпті, ұшқыр болыңыздар. Жолдарыңыз ашық болсын, әрқашан алар асуларыңыз биік болсын. Еліміздің әр азаматына зор денсаулық, амандық және табыс тілеймін. 4 құбыламыз түгел болсын, әр шаңырақ жақсылыққа толсын. Көк туымыз мәңгі желбіресін. Отанымыз Қазақстан Республикасы қазақ елі жасай берсін. Жаңа жыл құтты болсын.